Әкенің үнсіз кеткен көз жасы. Біздің үйдің ауласы үлкен емес еді, бірақ бала көңілінде ол тұтас бір әлем болатын. Таңертең күннің алғашқы сәулесі терезеден сығалап кіріп, еденге алтын жолақ түсіретін. Сол жолақтың үстімен жалаң аяқ жүгіріп өткенде, өмір бізге тек жарықтан ғана тұратындай көрінетін. Біз 6 ағайынды едік. 5 қыз, 1 ұл. Ол 2 қыздан кейінгі. Үйдің ішіндегі күлкі ешқашан үзілмейтін. Біріміз жыласақ, екіншіміз жұбататынбыз. Бір табақ бауырсаққа таласып отырып, соңында бәріміз бөлісіп жейтінбіз. Сол бауырсақтың иісі әлі күнге дейін есімде. Анамның алақанының иісі сияқты. Кешкілік әкем жұмыстан келетін, есіктің сықыры естілгенде бәріміз шапырлап алдынан шығатынбыз. Әкем шаршап тұрса да бізді құшағына бір-бірден көтеріп алады. Сол құшақ біздің ең қауіпсіз мекеніміз еді. Әкеміз көңілді кезде үнемі кім бірінші өлең айтады деп жақсы ән айтқанымызға тиын тарататын. Әкем, анам екеуі бізді жарыса шатасып, күліп, қайта бастап ән айтып орындауымызға күліп отыратын. Ата-ананың қосарлана жымиып күліп отырғандары үйдің іргесін кеңейтіп жіберетіндей еді. Жазда ауылдағы теректің көлеңкесінде су шашып ойнайтынбыз. Кейде бір-бірімізбен келісе алмай төбелесіп те қалатынбыз. Сонда анам терезеден қарап тұрып, ауырып қаласыңдар, қазір әкелерің үстеріңді, ана төбелестеріңді көрсе ұрысады деп дауыстайтын. Бірақ дауысының ішінде қорқыныш емес, мейірім болатын. Анамыз әрдайым әкемізді айтып қорқытатын, бірақ әкеміздің қатал емес, мейірімді екенін өсіп ес кіргенде бірақ білдік. Қыста терезеге қырау түсіп, сыртта боран ұлыса да, біздің үй жып-жылы еді. Пештің үстінде шәугім қайнап, шәйдің буы аспанға көтеріліп, кейде біз анамның жаймасынан қалған жайма бөліктерін сол пештің үстіне қойып, қытырлақ нан пісіріп жасап жейтінбіз. Көбінесе әкем сол пештің түбінде отырып бізге ертегі айтатын. Әкемнің айтқан ертегілерінде жамандықтар үнемі жеңілетін. Біз соған шын өмірдегідей сенетінбіз. Ағам өзі үйленгенше үнемі біздің қорғанымыз болды. Кішкентай кезде біз оның соңынан еріп, ағатай, ағатай деп жүгіргенде, ол бізге үлкен адамдай көрінетін. Көшеде жығылып қалсақ, не біреуден таяқ жеп қалса, үнемі біз үшін 3 қарындасын қорғап, 2 әпкесі бөтен жігіттерден қызғанып, қамқор болып жүретін біз үшін әлемдегі жалғыз батырда еді. Сол кезде ешкімнің жүрегі ауырмаған, ешкімден именбеген, ешкімнің көз жасы толмаған. Біздің үйде сол кездері тек қана мәңгі ажырамайтындай үміт қана болатын. Үйдің төбесіне қарасаң, сол үміт ұлдың атымен өрілетіндей, әкемнің маңдай тері оның болашағына құйылатындай, анамның дұғасы соның жолына төселетіндей. Ал біз сол дұғаның шетінде қалған көлеңкелер сияқты еді, бірақ ешқашан қарсы болмадық. Себебі азақы үйде ұл шаңырақ, қыз кететін жолаушы. Біз кететінімізді біліп өстік. Ал әкем сол шаңыраққа сеніп өмір сүрді. Ағам мектепті бітірген соң заңгер мамандығы бойынша қалаға оқуға кетті. Оқуын бітірген соң Қызылорданың қызына үйленіп еді, бірақ некесі сәтсіз шығып, бір қызымен ажырасып, кейіннен Жетісу облысы Жаркент қаласының қызымен бас қосты. Үйленген соң әке-шешеміздің қолында көп тұрмай, қалаға жұмыс жасаймын деп әйелімен Алматыға кетті. Әкем бізді аяқтандырайын деп жарты өмірін сыртта өткізіп, қарапайым шопыр қызметінде жүріп жинаған ақшасына балам қиналмасын деп Алматыдан 2 бөлмелі пәтер алып берді. Басында уақытша тұрып келеді деп үміттенген. Анам бала күтіммен үйде отырған жан. Ата-анам жалғыз ұлымыз ғой деп үлкен той жасады. Сол тойда әкемнің иығы тік тұрды. Ол сол күні өзін жеңген адамдай сезінді. Бірақ мен қазір ойлаймын, сол күні ол жеңбеген, сол күні ол соңғы рет бақытты болған екен. Бәрі жай-жай сөзбен, сыбырмен басталды. Жеңгемнің жымиған күлкісінің астында ызғарлы суық бар еді. Біз оны кеш түсіндік. Сіңілім грантпен қалаға оқуға түсіп, сол ағамның үйіне барды. Барғанынан жеңгеміз жақтырмай, ағамызға сіңілімді жамандап, 1 жылға да жеткізбей ағамызға ұрыстырып, үйінен қуып шықты.
Сол кезде ағамыз өз қарындасына: сен неге жеңгеңе көмектеспейсің сабақтан келген кезде? Неге үйдегі барлық жағдайды қыздарға айтып қосып жеткізесің? Бір-бірлеріне қосылып алып өсек айтқанды қойыңдар осы қыздар. Оның үстіне суларды да бей-берекет ағызып, шығынын көбейтіп жіберіпсің. Ағамның үйі екен деп оңды солды шаша берме. Қалада бәрі қымбат. Мен бір айлығымды қайда жұмсаймын? Сен қыздармен барып бөлек тұр. Сол кезде менің жағдайымды түсінесің деп айтыпты. Немесе ағамның жағдайы жылайтындай емес, жеңгеміздің астына қымбат көлік алып беріп қойған. Бір туған бауырлар деген ешқашан бір-біріне шығын болмау керек қой. Бұл жағдайдың ешқайсысында әке-шешемізге білдіртпедік. Тек қыздармен тұрғысы келіп шықты деп алдай салдық. Сіңілім оқуға түскен күні әкемнің жүзі жарық болып, ағасының үйінде тұрады, жат болмайды деп қуанған болатын. Біз үшін ағамыздың үйі іштей өз үйіміздің жалғасы сияқты көрінетін. Жеңгеміздің сөзі жұмсақ сияқты көрінгенмен, әр сөзінің астарында мазақ жататын. Сол үйде тұрып жүрген кезде сіңілім бір күні ас үйде телефонмен менімен сөйлесіп тұрғанда, жеңгем кіріп келіп арғы жақтан: үйдің ішін бүкіл тағы да ауылға жариялап отырсың ба деген салқын дауысын естіттім. Сол күні сіңілім оңашада маған жарылып жылады. Сөйтсек оған дейін жеңгем ағамыздың үйде жоқ кезде тамақтарын тығып қойып, нан жегізбей, үй шаруасын, туалет ваннасын қайта-қайта жуғызып, тыным бергізбей арасында адам ішкен жегенін ақтау керек деген сияқты ауыр сөздерін айтып, қаншама зұлымдық мінезін көрсетіп, ағамыз кешке жұмыстан келген кезде өтірік күліп, екі жүздігін жасап жүрген екен. Сіңілім өз ағасының үйінде жалтаңдап, бізбен сыбырласып сөйлеседі екен. Бір күні анам ауырып жүрген үлкен әпкемді алып екеуі қалаға емделуге барған. Анам немерелерін сағынып пакетін толтырып, немерелерме деп тәттілерін, сыйлықтарын көтеріп барыпты. Үйге кіргенде жеңгем жүзін қатуландырып әпкеме қарап: қазір карантин, балаларға ауру жұқтырасыз. Ренжімеңіз, біздің балалар тез қабылдайды деп дастарханға жақындатпай қуып шыққан екен. Өз баламның үйі деп қуанып барған анам келінінің қылығына ештеңе айта алмай, мазасы болмай тұрған қызын емханаға да көрсетпей, келінінің «апа сіз қала беріңіз үйде» деп тілінің ұшымен көңілсіз айтқан сөздеріне қарамай, әпкеме еріп қайта жолға қарай шығып кетіпті. Анам жол бойында автобуста терезеге қарап үнсіз отырып, қолындағы дорбасын қысып ұстап жылап қайтыпты. Себебі дорбада немерелеріне алып барған кәмпиттері, сыйлық сауғалары бар еді. Сол кәмпиттер ашылмай қайтты. Ең ауыры сол жағдай ағамның көз алдында болғаны. Бірде күйеуім қалада жұмыспен жүрген кезде мен ағамның үйіне кіріп жағдайларын біле шықшы, қуанып қалады деп барғызған болатынмын. Күйеуім өзі жүк көлігі бар. Сол жолы Европадан әр қайсы 2000-3000 доллар тұратын кілемдер алып барған екен Алматыға. Сол кілемнің біреуін алып барғысы келіп, қайсысын аларын білмей, жеңгейдің өзі ертең келіп таңдап алар деп түнделетіп ағамның үйіне өзі тәттелерін ғана көтеріп барған кезде, арғы бөлмеден жеңгеміз: неге ол түн жарымда келеді, баратын жері болмаса қонақ үйге барсын, бұл қонақ үй емес, әркім келіп қонақтайтын деп сөйлеп жатқан дауысын естіп, қайрыласпай үйден үнсіз шығып кеткен екен. Күйеуім маған осы жағдайды айтып жатқанда дауысы дірілдеп таңдана жеткізді. Ал менің ішімде намыс пен қорлық араласып бір уыс тасқа айналды. Бауыр деген бәрі бір бүйірің тартып тұрады ғой. Бірде бір мерекеде ауылдан бәріміз жиналып ағамның үйіне бардық. Сол кезде әкем тірі, енді ауырып жүрген кезі. Ол ұлын қатты көргісі келді. Үйге кірдік. Балалар жүгіріп шықпады. Жеңгем салқын ғана амандасты. Ағам асығыс шала амандасып, мен де уақыт аз, жұмысқа кетуім керек деген кезде әкем баласының жүзіне ұзақ қарады. Сол қарастың ішінде сағыныш та, үміт те, кешірім де бар еді. Ағам сонда да әкеге мейірленген жоқ. Жұмысына асығып кетіп қалды. Қонуға барған болатынымыз. Сол жағдайдан кейін әкем жай ғана анама қарап: адам өз үйінде бөтен болмауы керек еді, деді де бір шайымыз дұрыс ішпестен қайта жолға шығып кетті. Мен әкемнің сол сөзін өмір бойы ұмытпаймын. Әке-шешеміз өздері алып берген пәтерден қуылып шыққанда мен олардың жүзін көрдім. Әкем ештеңе демеді. Тек иығы бұрынғыдан сәл еңкейіп кеткендей болды. Ер адамның сынғаны айғайдан емес, үнсіздіктен білінеді екен.
Сол күні әкемнің кеудесіне қанжар қадалған күні екенін кейін білдік. Анамызбен үнемі байланыста болдық. Әкем сол күндерден кейін өзгере бастағанын, дастархан басында өзінен өзі сөйлейтінін шығарғанын, терезеге қарап үнсіз ұзақ отыратын болғанын біліп отырдық. Анам бір күні әкеңнің мазасы болмай қалды деген соң қыздар үйге жетіп бардық. Сонда әкем бізге адамның жүрегі сынғанда дыбыс шықпайды екен деді. Мен жылағым келді, бірақ ешқайсымыз ештеңе айта алмадық. Емханаға жатқыздық. Дәрігер емнің диагнозын таппай белгісіз деді. Біз қыздар білдік, тағы да ештеңе айта алмадық. Ол аурудың аты қорлық еді. Ол диагноз баланың салқын қабағы еді. Ауруханадағы ақ қабырғалар әкемнің өңін жұтып қойғандай, әкем бұрынғыдан да бозарып кетті. Біз қыздары жанындамыз, қолын ұстаймыз, тамақ ішкіземіз, киімін ауыстырамыз. Бір күні медбике: баласы жоқ па бұл кісінің? Неге ұлы болса келіп қарамайды? Әкелерің болса да қыз балаға ер адамның киімін ауыстыру, ары-бері орнынан қозғалту ыңғайсыз әрі ауыр. Өзі қызметте болса, тым болмаса келіні үйдің ыстық тамағын жеткізіп тұрмайды ма? Үйдің тамағына жетпейді ғой деді. Менің ішім тағы да тасталқан болды. Әке тірі тұрғанда өзін жетім сезінсе, одан ауыр жаза жоқ сияқты қорландым. Әке бір кезде үйдің тірегі, балаларының асқар тауы болған адам. Енді аурухананың тар төсегінде тынысы үзіліп өмір мен өлімнің арасында жатыр. Үнемі қасында қолғабыс етіп жүрген анамыз ол кісі де іштен тынып жүргенін біліп жүрміз. Жыласа дауыстап жылай алмайды. Өйткені оның көз жасы үміттің соңғы жібін үзетіндей. Сондықтан ол тек өзінің жиегінен аққан жасын орамалымен білдіртпей сүртіп қояды. Палата іші тым-тырыс, тек аппараттың әлсіз дыбысы. Әкенің ауыр демі және әр демнің арасында бір ғана сөз: ұлым келді ма? Немерелерім келді ма деп қана жатты. Баласы мен немерелерін құшағына қысып, маңдайларынан иіскегісі келіп жатқанын білеміз. Келіп қалады дегеннен басқа жауап айта алмаймыз. Болды, ол ұлыңды ұмыт деп айтайын десек, айтуға тіл бармайды. Біз қыздар біріміз аяғын уқалап, біріміз көрпесін түзеп, біріміз дәрісін беріп, біріміз маңдайын сүртіп отырмыз. Әкеміздің саусақтары әлсін біздің қолымызды іздеп, сипап қояды. Сол қолдарының жылуынан әкем өзін әлі де тірі сезінетіндей. Ал әкенің жалғыз ұлы ағамыз кезінде ең үлкен мақтанышы болған, менің тұяғым, менің атымды жалғайтын деп еркелеткен ұлы еді. Ол жоқ. Хабарлассақ, сендер барсыңдар ғой, мен жұмыстан босай алмаймын, ақша жібердім ғой дейді. Ал әкем ақша сұрап жатқан жоқ еді. Ол тек ұлының әке деген дауысын естігісі келген. Сол күні кешкісін әкенің жағдайы нашарлап, аппараттардың дыбысы жиілеп, дәрігерлер жүгіріп кірді. Әкем көзін әрең ашып, тағы да ұлым деп сыбырлай сөйледі. Сол сәтте анамыз шыдай алмай әкемнің қолын бетіне басып, келеді, балаңды емес өз денсаулығыңды күтші деп жылады. Бірақ есік ашылған жоқ. Түн ортасында әкенің демі серей бастап, соңғы рет көзін ашып, есік жаққа қарады. Бәлкім соңғы үміт, соңғы күтім. Есік сол күйі ашылмады. Сол түні әкеміз ұлын күткен күйі дүниеден өтті. Ал ол ертеңіне жаназаға адамдармен қара киіммен келді. Анамыз оған қарамады. Біз де ештеңе дей алмадық. Себебі жеңгеміз ағамыздың екінші әйелін болғаннан кейін бұл да кетіп қалмасын деген қорқыныштарын пайдаланып, өзінің жетесіздігін әрі қарай жүзеге асырып жүрген. Қазір әкемнің қайтқанына 2 жыл болып қалды. Анам шаңырақта кешегі күнге дейін баласының алып кетемін дегеніне бой бермей, келіннің мінезінен именіп, жалғыз тұрып жүрді. Біз алып кетейін десек, намыстанды. Көбінесе жақын жерде тұратын әпкем және сіңілім анама қарайласып тұрды. Соңында күйеу балалардан, құдалардан үй алды ма, амалсыз ұлының қолына кетті. Себебі анамыз бізге қайта келе бермеңдер, құдалардан ұят болады, күйеу баламен ренжісіп қалмаңдар, үйдің жанында ағайындарым бар ғой деп жиі айтатын. Қазіргі таңда немерелерінің ортасында
хабарласып тұрамыз. Ана жүрегі кешірімді ғой, баласын, немерелерін аузынан тастамайды. Жақында аға жеңгем екеуі ауылға үйге келіпті дегенді естіп, қара шаңыраққа көшіп келеді ме екен деген үмітпен қуанып қалдық. Сөйтсек, үйді ағам өз атына аударып алып кетіпті. Анда-санда барып әпкем мен сіңілім үйді тазалап тұрғанға, қыздар үйді сатып бөліп алады деген қорқыныштары болған шығар. Себебі жеңгеміз келін болып түскен кезде ақ бізге мына үйде менің де үлесім бар деп өзінің ішкі ойын білдіріп қойған болатын. Сол үй онсыз да соларға қалатын еді ғой. Біздің әр қайсымыздың өз отбасымыз, өз шаңырағымыз бар. Бізге дүние емес, ағамыздың қамқорлығы, мейірімі ғана қажет еді. Соңғы кезде түнде ұйықтай алмай жүрмін. Желдің әр гуілінде әкемнің күрсінісі бар сияқты, қараңғылықта оның еңкейген иығы көрінетіндей. Кейде неге біз сөйлемедік, неге әділетті талап етпедік, неге қорықтық? Онсыз да қыздар жақсатты болған жоқпыз. Жеңгеміз ағамызға ана 5 жалмауыздарың бар ғой деп айтқанын өз көзімізбен көріп, құлағымызбен естігенбіз. Мен ағамнан ашып сөйлескенде тым болмағанда әкем разы болып кетер ме еді деп өкінемін. Біз бауырлан айырылып қаламыз деп қорқып жүргенде әкемізден айырылып қалдық. Егер осыны оқып отырған адам бар болса, бүгін ата-анаңызға, бауырларыңызға барыңыз. Үнсіз отырғанын көрсеңіз қасына отырыңыз, қолын ұстаңыз, құшағына кіріңіз, не құшағыңызға алыңыз. Қалауларын сұрап, ол қалауларына жетуіне әрекет жасаңыз. Себебі бір күні ол орын бос қалады. Сонда сіз кешірім сұрайтын, сүйенетін иық таба алмай қаласыз. Біз ата-анамызды, бауырларымызды ренжіткен сайын, олардың реніші арқылы өз болашағымызды жаралайды екенбіз. Менің әкемнің жүрегі үнсіз сынды. Балалық шақ адамға берілген ең таза уақыт екен. Онда күдік те, есеп те жоқ. Онда тек сенім бар еді. Біз әкемізді мәңгі тірі болатындай сияқты көрдік. Анамызды мәңгі мейірімді сияқты сезіндік. Үйімізді мәңгі берекелі сияқты көрдік. Сол тәтті күндер бізді ешқашан тастап кетпейтіндей еді. Қазір сол шақты ойлап, бүгінгі күнімізбен салыстырсам, жүрегім сыздайды. Балалық бақыттарымыз әкемнің күлкісінде, анамның бауырсағының иісінде, ауладағы теректің сыбдырында қалып қойғандай. Балалық шақтың тәттілігі оның қайтып келмейтінінде шығар, бірақ ол жүректен ешқашан өшпейді. Ағамыз бізді қуған жоқ шығар, бірақ қорғаған да жоқ. Үлкендер не айтса да қате айтпайды екен. Келін жақсы болса төрің болады, жаман болса көрің қазылады деп айтушы еді. Сол рас екен. Жақында ғана естік, жеңгеміздің анасы инсульт алып, бет аузы қисайып, тілі күрмеленіп, төсек тартып қалыпты. Ал жеңгеміз ол анасына қатынап жүріп, өз көлігімен жол апатына түсіп, рөлге қысылып қалып, бауыры кішкене езіліп, бірнеше күн өзі емханаға жатып шығып, қазір үйінде күтініп жатыр екен. Жағдайы өте ауыр дейді. Анам сол құдағүйі кезінде қаншама ауыр сөз айтып, келіні ағамыз үйде жоқ кезде анамызды қаншама аш қалдырып, үйде ыстық су жоқ деп өзін жуындырмай, киім кешегін жуып бермей, ауырып мазасы болмай қалған кездерінде емханаға апарып көрсетпек түгілі, дәріханадан керекті дәрілерін әкеліп бермей қинап, жылатқанына қарамай, мүлдем ештеңе болмағандай құдағиының келінінің жағдайын уайымдап, тезірек жазылып кетсе екен деп тілеуін тілеп отыр. Біз жеңгеміздің көңіл күйін сұрап барғымыз ақ келеді. Бірақ қанша рет сол үйден қуып шыққаны еске түссе, тағы да сол жағдайлар қайталанады ма деген оймен тартынып қаламыз. Сондықтан адамдар не жасаса да жауабын бұл жалғаннан алмай кетпейтінін түсінсе екен деймін.